Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Баршаңызға белсенділік, шығармашылық шабыт және өнімді жұмыс тілеймін. Өткен аптада біз педагогикалық идеямен жұмыс жасадық. Бұл алдағы барлық авторлық және ғылыми жұмыстардың негізі. Бірінші аптаны біз мазмұндық тұрғыда аяқтадық, алайда практикалық жұмыстардың барлығы әлі толық тапсырылған жоқ. Мен әрине барлық жұмыстарды күтемін. Себебі бұл тапсырмалар жай ғана есеп үшін емес, сіздердің болашақ конкурстарға, конференцияларға, жарияланымдарға шығатын нақты идеяларыңыз. Уақыт өкінішке орай ешкімді күтпейді, ал бізде жоспар бар, мақсат бар, алға жылжу керек. Сондықтан бірінші аптаның жұмыстарын созбай, біртіндеп аяқтап отыру өте маңызды. Бүгіннен бастап біз екінші аптаға өтеміз. Екінші апта мазмұны жағынан өте маңызды әрі практикалық кезең. Осы аптада біз ғылыми жұмыстармен, ғылыми мақалалармен, ғылыми жобалармен, әдістемелік ұсыныстармен, авторлық бағдарламалармен жұмыс жасаймыз. Айта кету керек, өткен сабақта біз ғылыми мақалалар тақырыбын сәл бастап кеткен едік. Мақаланың талаптарын, рәсімдеу шарттарын қарастырдық. Бүгін сол бағытты жалғастырып, ғылыми мақалалардың түрлерін, олардың ерекшеліктерін және қандай формат тиімді екенін талдаймыз. Екінші аптада да практикалық тапсырмалар көп болады, сондықтан жұмыстарды кейінге қалдырмай, уақытында орындау өзіңізге де, ортақ жұмысымызға да үлкен көмек. Біз бірге жұмыс істеп келеміз, менің міндетім бағыт беру, ал нәтиже сіздердің қолыңызда. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы ғылыми және зерттеу мақалалары, әдістемелік және дидактикалық материалдар, педагогтың авторлық жұмысы мен аттестациясының негізі. Сабақтың мақсаты педагогтерде мына мәселелер бойынша тұтас жүйелі түсінік қалыптастыру. 2025 жылы қандай материалдар ғылыми және әдістемелік болып есептеледі? Өз тәжірибесі негізінде мақала мен жобаны қалай жазуға болады? Аттестация мен санатқа сай форматты қалай дұрыс таңдау керек? Және ең бастысы жолдың логикасын түсіну. Дидактикадан мақала, мақаладан авторлық жұмыс немесе бағдарлама. Бұл сабақ теория емес, бұл сіздің практикаңызды құжатқа айналдыру сабағы болып табылады. Ал енді ғылыми мақалалардың түрлерін нақты ажыратып алайық. Бірінші түрі теориялық мақала. Бұл мақалада біз басқа авторлардың еңбектерін талдаймыз, яғни өз тәжірибемізде емес, қолданыстағы теориялар мен тәсілдерді жинақтап салыстырамыз. Мақсаты тақырыптың ғылыми негізін көрсету. Ғылыми мақаланың екінші түрі бұл практикалық немесе әдістемелік мақала. Мұнда біз өз сабағымызда не істегенімізді көрсетеміз, қандай әдіс қолданды, қандай платформа болды, қандай нәтиже шықты. Бұл ең қолжетімді әрі мұғалімдер жиі жазатын формат. Үшінші мақала түрі зерттеу мақаласы. Бұл жерде біз зерттеу жүргіземіз, мәселе қоямыз, болжам ұсынамыз, дерек жинаймыз, қорытынды жасаймыз. Яғни неге осылай болды деген сұраққа жауап береміз. Төртінші түрі шолу мақаласы, ревью. Мұнда бір тақырып бойынша бар зерттеулерге шолу жасаймыз. Қандай бағыттар бар, қандай мәселелер жиі кездеседі, соны жүйелейміз. Өз тәжірибемізден гөрі әдебиетке сүйенеміз. Және соңғы түрі проблемалық бағытталған мақала. Бұл мақала нақты бір проблемадан басталады. Мәселені сипаттаймыз, себебін талдаймыз және шешу жолдарын ұсынамыз. Көбіне практикалық ұсыныстарға негізделеді. Қорытындыласақ, теориялық мақала не жазылғанын талдау, әдістемелік мақала не істедім, зерттеу мақаласы неге солай болды, шолу мақаласы не зерттелген және проблемалық мақала қалай шешеміз деген сұрақтарға жауап береді. Енді әріптестер, ең көп қате кететін сұраққа келейік. Көбіңіз маған былай дейсіздер: менде материал бар, бірақ ол ғылыми ма, әдістемелік пе, білмеймін. Сондықтан қазір өте қарапайым логикамен түсіндіремін.
Әдістемелік материал деген не? Егер сіз сабақ жоспарын жасадыңыз, тапсырмалар құрастырдыңыз, әдіс ойлап таптыңыз, платформаны қалай қолданғаныңызды сипаттасаңыз, бұл әдістемелік материал. Мұнда гипотеза жоқ, ғылыми дәлелдеу жоқ, эксперимент міндетті емес, бұл мұғалімнің жұмыс құралы. Жай сабақ жоспарды есептеле ме? Иә, есептеледі, бірақ дұрыс рәсімделсе ғана. Ғылыми мақала қашан болады? Ал егер сіз бір мәселені көтерсеңіз, неге бұлай деген сұрақ қойсаңыз, нәтиже іздесеңіз, қорытынды жасасаңыз, онда бұл ғылыми мақала. Көп мұғалімдер ойлайды, мен ғалым емеспін, демек ғылыми мақала жаза алмаймын. Бұл үлкен қате, себебі мұғалімнің жүйелі тәжірибесі ғылымның бастауы. Зерттеу болу үшін міндетті түрде не керек? Қазір өте маңызды нәрсені айтам. Зерттеу деген міндетті түрде үлкен эксперимент емес, немесе 100 оқушы эксперименті емес, диаграммаға толы есеп емес. Міндетті түрде болу керек 5 нәрсе бар. Бұл мәселе, мақсат, әдіс, нәтиже және қорытынды. Егер осы 5 элемент болса, бұл зерттеу ретінде қабылданады. Ал егер мен тек бір сыныппен жұмыс істесем ше деп сұрасаңыз, бұл жеткілікті. Сапа саннан да маңызды. Енді ғылыми мақалаларды қайда жариялаймыз? Бүгін мен сіздерге жарияланым тізімін жіберемін. Осы документте өткен жылғы, осы жылғы журналдардың тізімі бар. Осы тізімге қарап материалды қайда жіберу керегін түсінесіз, және осы материалды тізімге қарап журналдарда публиковать еткенде, олар аттестация кезінде саналады. Егер материал тәжірибеге негізделсе, сабақ сипаттамасы болса, әдістемелік ұсынысы болса, әдістемелік журналдар мен платформаларға. Ал егер мәселе көтерсе, зерттеу элементтері болса, талдау жасалса, бұл ғылыми немесе ғылыми тәжірибелік журналдарға түсетін мақала. Бір материалды бәріне бірдей жіберуге болмайды. Бұл аттестацияда минус болып саналады.